Амансыздар ма, ардақты ағайын. Ұлттық арнаның эфирінде жаңа Қазақстан. Біздің қонағымыз Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев. Мәулен Сағатханұлы, қош келдіңіз. Рахмет. Енді бүгінгі тақырыбымыз алда келе жатқан дін лидерлерінің съезі. Сондықтан сұхбатты осы мәселенің төңірегінде өрбітсек деймін. Алдымен мынаған тоқталсақ, дін лидерлерінің съезі осымен 7-ші мәрте өткізгелі тұр. Енді шын мәнінде бұл съез дәстүрлі бір диалог алаңына айналды. Осы іс-шараның мән-маңызына тоқталсаңыз, не үшін қажет бізге? Жалпы енді әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі әлемнің дұрыс жолмен дамуына, әлемде ынтымақтастықты дамытуға, диалогты ары қарай таратуға өзінің үлесін қосатын сондай маңызды шара болады деп сенеміз. Жалпы енді былай сараптап отырсақ, қазір енді әлемдегі жағдай оңай емес. Кейбір мемлекеттерде ашық қақтығыстар болып жатқанын көріп отырмыз. Енді Украинаның мысалы. Кейбір үлкен мемлекеттердің арасы да қазір ушығып тұр десек артық болмайды. Тайваньның айналасындағы жағдайды, геосаяси шиеленісті де енді бәріміз көрдік. Қазірде жағдай енді бір өзгеріп кетті деп айтуға болмас. Сондай-ақ мысалы Израиль мен Палестинаның арасындағы қақтығыстарды көрдік. Енді ол елдердің арасындағы жағдайда қазір оңай емес. Терроризм өзекті үлкен бір қауіптердің бірі. Африканың бірнеше мемлекеттерінде террористік актілер болды осы соңғы уақыттарда. Сол себепті жалпы қазір әлемдегі жағдай өте күрделі, ушығып тұр деп айтсақ артық болмайтын шығар. Жалпы санкцияларға қатысты да мәселелердің бәрін енді өздеріңіз көрсетіп жатсыздар. Сол себепті қазір осы біздің 7-ші әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезіне үлкен қазір әлемдік деңгейде мән беріліп жатқанын біз көріп отырмыз. Осы съезге біраз үміттерді артылып отыр. Қазір енді біздің енді көріп отырған үлкен бір тенденциямыз саяси ынтымақтастық. Бүгін енді әлемдік деңгейде бір енді құлдырап кетпесе де өте бір нашар жағдайда деп айтуымызға болады. Саяси ынтымақтастық, саяси жағдай. Бірақ сонымен қатар біз енді мына үлкен діндердің арасындағы ынтымақтастықтың және бір диалогтың дамып жатқанын көріп отырмыз. Саяси тұрғыдан мысалы көп мәселелер шешілмей жатса, тіке-тірес сондай бір қарама-қайшылықтардың енді ары қарай күрделеніп жатқанын көріп отырсақ, діни ұйымдардың арасында, үлкен бір діни көшбасшылардың арасында сондай бір диалогтың орнағаны бүгін енді анық дамып жатқан сондай үрдіс. Сол себепті осы съезге бүгін үлкен мән беріліп отыр әлемдік қауымдастықта. Съезді көрсетуге, съезд таратуға біраз шетелдің журналистері де келе жатыр. 100-ден астам басқа мемлекеттердің бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері келеді. Сол себепті осы алдымыздағы форум бұл енді әлемде ынтымақтастық дамытуға, қақтығыстарды азайтуға, бір шиеленістерді шешуге өзінің үлесін қосатын сондай үлкен шара болады деген үміт бар. Бұл шараның аясында, осы форум аясында көптеген үлкен мәселелер көтеріледі. Сол себепті бүгінгі күні осы мына 7-ші съездің бір енді өтіп жатқан уақыты да сондай маңызды кезең. Не үшін маңызды? Маңызды. Өйткені жаңағы мен айтып отырған қақтығыстар, мен айтып отырған шиеленістер, жағдайдың күрделі болуы әлемдік деңгейде. Сол себепті осы біздің ұйымдастырып жатқан әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7-ші съезі осындай кезде дінаралық, сондай-ақ мына халықтардың арасындағы, өркениеттер арасындағы ынтымақтастықты, диалогты дамытуға өзінің үлесін қосатындай әлеуеті бар. Сол себепті бүгін енді осы шара бір сондай бір маңызды шара және де осындай әлемдегі жағдайдың тұрақтануына, дұрыс жолмен дамуына да осы съезд өзінің бір үлесін қосады деп сенеміз. Мәулен Сағатханұлы, енді съездің мән мағынасына жан-жақты енді тоқталдыңыз ғой. Съездегі көтерілетін тақырыптар,
ауқымы жайлы айтып берсеңіз, енді жаңа ғана өзіңіз 100-ден астам журналист келеді дедіңіз, иә? Жалпы қатысушылар саны қандай болады? Өткен съездермен салыстырғанда қаншалықты ауқымды, көлемді болады? Осы біз дайындап жатқан қазір 7-ші съезд, ауқымы жағынан да, қатысушылардың саны жағынан да, съезге келе жатқан қонақтарымыздың деңгейі жағынан да бұл ерекше бірегей съезд болады деп ауыз толтырып айта аламыз. Мысалы, енді бірінші съезге 17 діни ұйымдар мен халықаралық ұйымдардың басшылары қатысқан болса, осы 7-ші съезге 50-ден астам мемлекеттен 100-ден астам рухани діни көшбасшылары мен халықаралық ұйымдардың басшылары қатысады деп жоспарланып отыр. Жалпы осы съезге әлемдегі ең бір беделді рухани көшбасшылар қатысуын жоспарлап отыр. Рим папасы Франциск енді осы съезге арнайы келе жатыр. 13-ші қыркүйек күні мемлекеттік сапар болады Қазақстанға. 14 күні съездің ашылуына қатысады. Рим папасы 15 күні осы съезіміздің жабылу рәсіміне де қатысады деп сондай енді күтіп отырмыз Рим папасын. Бұл енді біздің тарихымыздағы алғаш рет Рим папасының осы съезге келуі. Сондай-ақ Аль-Асхар ислам орталығының бас имамы Шейх Ахмет ат-Таиб деген ислам әлеміндегі ең бір беделді тұлғалардың бірі, көшбасшылардың бірі де съезімізге келе жатыр. Енді Шейх Ахмет ат-Таиб ислам әлемінде беделі өте жоғары, мемлекеттерді, елдерді, өркениеттерді жалғастыруға, табыстыруға, жақындатуға үлкен еңбек істеп жүрген сондай енді біздің діни тұлғамыз. Осы енді Шейх Ахмет ат-Таибті да съезде күтіп отырмыз. Сол сияқты Израильден иудаизмнің екі жоғарғы раввині келе жатыр. Сондай-ақ буддизмнің, синтоизмнің, даосизмнің да осы әлемдік діндердің басшылары немесе өкілдері съезге қатысамыз деп ниеттеніп отыр. Сол себепті осы біздің 7-ші съезіміз қатысушылардың көлемі жағынан да, қатысушылардың және қонақтардың деңгейі жағынан да бірегей және тарихи форум болады деп енді айта аламыз. Сондай-ақ осы форумның аясында да көптеген енді халықаралық ұйымдар форумға келіп қатысуға өздері ниеттеніп отыр. Біріккен ұлттар ұйымынан өкілдері болады біздің съезімізде. Сондай-ақ Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының басшылары келе жатыр. Басқа да ұйымдардың біраз енді өкілдері осы біздің съезімізге қатысады, сөз сөйлейді. Сөйтіп бұл енді біздің форумымыз тек қана діннің өкілдері ғана емес, саясаткерлер, халықаралық ұйымдар да қатысып өздерінің пікірлерін білдіретін, пікірлерін ортаға салатын сондай бір енді жақсы мазмұнды диалог алаңы болады деп сенеміз. Мәулен ханым, жаңа енді жоғары мәртебелі меймандардың тізімін атап шықтыңыз ғой. Соның ішінде енді Қазақстан үшін әрине Рим папасының келе жатқаны бір маңызды оқиға, иә. Бұның имидждік мәнінен бөлек тағы Қазақстан үшін қандай бір пайдасы бар немесе мәні бар? Сіз өзіңіз не ойлайсыз осы сапар жайлы? Енді Рим папасының Қазақстанға келуі бұл енді біздің мемлекетіміздің абыройы үшін де, әлемдегі беделі үшін де өте маңызды сондай енді шара деп айтуымызға толықтай болады. Рим папасы Франциск қазір енді әлемдегі шынайы рухани лидерлердің бірі. Жалпы католиктер әлемде 1 миллиард деген сондай енді сараптаулар бар. 1 миллиардтан астам деп айтады. Жалпы солардың барлығы Рим папасы не айтады? Рим папасы қайда барады? Соның барлығын өте мұқият қарап отырады. Рим папасы енді көп жерлерге де бара да бермейді. Мысалы енді қарап отырсаңыз енді сапарларға барады, бірақ
салмақтап қарап, сөйтіп енді әрбір сапарын мазмұндық жағынан өте сөйтіп енді қамтамасыз етуге өте үлкен көңіл бөледі. Жалпы Рим папасы Франциск әлемдегі ең өзекті, ең қиын мәселелерге қатысты өзінің пікірін білдіріп жүрген тұлға. Украинадағы жағдайға байланысты үнемі мәселелерді көтеріп, қантөгіс тоқтату керектігін айтып жүрген сондай дін көшбасшысы. Басқа мемлекеттерде, басқа аумақтарда болып жатқан жағдайларға да қатысты өзінің пікірін білдіріп, әлемдегі үлкен мәселелерге кедейшілік бар, гендерлік мәселелер бар, басқасы бар, соның бәріне өзінің пікірін білдіріп, осы мәселелердің дұрыс жолмен шешілуіне өзінің үлесін қосып жүрген сондай енді Рим папасы. Әлемде өте үлкен беделі бар. Сондай-ақ Рим папасы Қазақстанға да өте бір дұрыс көзқараспен қарап отырғанда жасырын емес. Енді қаңтар айында бізде енді өте қайғылы трагедиялық жағдай болған кезде Рим папасы Ватиканда отырып қазақ елінің тұрақтылығы үшін дұға жасаған. Рим папасының Қазақстанға келуі бұл енді Қазақстан беделін көрсетеді. Біздің имиджімізге да дұрыс әсерін тигізеді. Рим папасы келгеннен кейін біраз қонақтар да келе жатыр. Көрші мемлекеттерден, басқа мемлекеттерден келіп қатысамыз, Рим папасын тыңдаймыз деп, енді олар турист ретінде де мысалы келе жатыр. Жалпы бұл енді үлкен рухани да мағынасы бар, саяси да мағынасы бар, үлкен бізге қолдау да, сол сияқты бұл енді осындай тұлғаның келуі бұл Қазақстан туристік тұрғыдан ары қарай болашақта инвестициялық тұрғыдан тартымдылығында қамтамасыз ететін, соған үлес қосатын сондай үлкен бір шара болып жатыр. Әрине бұл біздің съезіміз үшін де үлкен абырой. Съезде енді мына жаңа біз енді айтып кеткен үлкен халықаралық мәселелерге қатысты біраз мәселелер көтеріледі, біраз месседждер айтылатын шығар. Сол себепті осы мына қыркүйектің ортасында Қазақстанға бүкіл әлемнің көңілі ауады, бүкіл әлем қарап отырады деп, көз тігеді деп айтсақ артық болмайтын шығар. Мәулен Сағатханұлы, енді бұл съездің саяси, рухани мағынасын айтып өттіңіз. Одан бөлек туристік әлеуетті арттыруға үлкен мүмкіндік дедіңіз ғой. Дегенмен съез өткізіледі дегелі бері қоғамда енді көтеріліп жатқан мәселелердің бірі осы қаржыландыру мәселесі. Оның ішінде осындай күрделі кезеңде осындай ауқымды шараны өткізу қаншалықты дұрыс деген пікірде айтылып қалып жатыр. Осыған қатысты не дейсіз? Жалпы дін лидерлері съезін өткізудің қажеттілігі қаншалықты бар, тағы да бұдан басқа Қазақстанға қандай пайдасы бар? Бұл енді дұрыс сұрақ. Жалпы енді қаржыландыру мәселесінен бастайық. Бұл жерде енді бір ағылып төгіліп жатқан ешқандай қаржылар жоқ. Жыл сайын республикалық бюджеттің аясында еліміздің сыртқы саясатын жүзеге асыруға, еліміздің халықаралық саясатын жүзеге асыруға бір қаржылар бөлінеді. Сол қаржылардың көлемінде артық еш нәрсе беріліп жатқан жоқ. Сондықтан бұл жерде енді бір бағыттарды қысқартып осы шараны өткізіп жатырмыз деген енді оның барлығы шындыққа сай келмейді. Бұл енді сол жыл сайынғы бөлініп жатқан қаражаттардың аспайтындай көлемде осы біздің форумымыз өткізіп жатыр. Бұл біріншіден. Екіншіден, енді кейбір біздің қонақтарымыз өз есебінен келе жатыр. Сондықтан енді бұл жерде бізден енді қаржы кетіп жатқан жоқ. Сондай-ақ спонсорлар да көмегін беруде. Келесі мәселе, бұл жерде енді дін көшбасшылары өте қарапайым адамдар. Бұл жерде енді мысалы бір енді оларға сонда бір керемет дейтін бір артық ысырап болмайды дейсіз. Артық ысырапта бұл жерде артық ысырапты олар қабылдамайды да. Артық ысырапқа бой беріп жатсақ, оған кішкене реніштер де болуы мүмкін. Сол себепті біз бұл жерде енді мына осы діни адамдар, рухани адамдар ғой. Сондықтан бұл кісілер енді өте қарапайым. Рим папасына келетін болсақ, Рим папасы енді бүкіл әлемдегі енді беделді, сыйлы тұлға деп айтып отырмыз ғой. Енді 1 миллиард католиктер бар, қай мемлекетте
барып жатса қуана қарсы алуға дайын екенін білесіздер. Рим папасы мысалы өте мен қарапайым ғана кетем, маған ешқандай бір үлкен бір қонақ үй дайындамаңыздар, аста керек жоқ, мен өзі солай қарапайым ғана. Бұл кісілер өте сөйтіп өмір бойы сөйтіп жүрген адамдар ғой, Құдайға құлшылық жасап. Біздің миссиямыз басқа, біз Құдайдың жолында жүрген адамдармыз. Бізге ондай ысырапшылдыққа жасасаңыздар, біз оны қабылдамаймыз деп сөйтіп өздері талаптарын да қойған. Сол себепті бұл жерде енді бір аса көп бір шығындар болып отыр екен деген енді әңгіменің негізі жоқ. Бұл жерде енді барлығы сол енді ретімен, жөнімен жасалып жатыр. Енді сұрағыңыздың екінші жағына келетін болсақ, не береді деген мәселеге келейік. Кішкене тарихқа тоқтала кетейін. Осы съезді өткізу туралы идея қалай пайда болды? 2001 жылы қыркүйектің 20-ларында Иоанн Павел II Рим папасы келген болатын. Ол енді үлкен тарихи жағдай болды. Сол кезде қыркүйек айында жағдай әлемде өте қиын болатын. 11 қыркүйекте 2001 жылы ол кезде өте ауыр, өте қайғылы террористік акт Нью-Йоркта жүзеге асырылған болатын. Мыңдаған адамдар қаза болды. Ол енді адамзаттың тарихындағы ең қайғылы, ең бір сондай бір өте ауыр террористік акт болды деп айтсақ артық болмайтын шығар. Сол террористік акттан кейін әлемде діндердің арасында, ислам мен христиан дінінің арасында шиеленіс басталғанын көрдік. Енді оған бір мүдделі топтар болған шығар, сол террористердің бір арғы ойы сол да болуы мүмкін, ислам әлемі мен христиан әлемін бір-біріне қарсы қою, қақтығыстарды ұйымдастыру. Енді әртүрлі саясаткерлер бар ғой, популист саясаткерлер әртүрлі әңгімелер айтып кетті, екі жақтан да. Кейбір мемлекеттерде сол христиандар мен мұсылмандар арасында бір сондай бір енді қиын жағдайлар да болып жатты. Осындай кезде исламға жалған жалаларда жабылып жатқанын біз сол кезде оқыдық, естідік. Ислам былай екен деген сондай енді арандатушылық сондай пікірлер болды. Сол кезде сол террористік актыдан кейін жаңағы мен айтып кеткен Иоанн Павел II Рим папасы Қазақстанға келіп, осы мәселелер әрине көтеріліп жатты. Енді жағдай сондай болып тұр. Бүкіл әлем осыны талқылап жатқан кезде, сол кезде Рим папасы Қазақстан географиясында, тарихы да жағынан да бұл мемлекеттерді, елдерді, өркениеттерді біріктірген сондай сіздер территория болғасыздар, ел болғасыздар. Соны осы 21 ғасырда да соны жалғастырған дұрыс болады деген сондай өзінің пікірлерін айтты. Сіздер енді Европа мен Азияның арасындағы көпір сияқтысыздар. Соны қазір ары қарай жалғастырсаңыздар, бүкіл әлемге керек сондай дүние болар еді деп сөйтіп енді пікірлерін айтқанын білеміз. Содан бастап енді осындай ойлар келіп, осындай үлкен жұмыстар басталды. Сөйтіп 2003 жылы бірінші съез ұйымдастырылды. Енді осы бірінші съездің ұйымдастырылуына біздің Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, біздің президентіміз өте үлкен үлес қосқанын айтуымыз керек. Кезінде Қасым-Жомарт Кемелұлы съездің секретариатын да басқарды, хатшылығын басқарды. Сөйтіп енді сол осы жалпы съездің осындай бір енді әлемдегі беделді алаң ретінде қалыптасуына үлкен еңбек сіңірді. Сол съездер, сол съез болды, басқа съездер болды. Солардың барлығы және мен айтып кеткен осындай қиын жағдайды бір реттеуге, ислам мен христиан әлемін біріктіруге, біріктірген кезде үлкен проблемаларға қарсы, терроризм қарсы біріктіруде. Сондай-ақ арасындағы ынтымақтастық дамытуға, диалогты орнатуға осы Қазақстан ұйымдастырып отырған съездері өздерінің үлесін қосты деп айта аламыз. Бұл артық болмайды. Сол себепті ислам әлемі мен христиан әлемін жақындастыруда бір салиқалы әңгімелердің болуына, бір үлкен мәселелерге қатысты, үлкен проблемаларға қатысты бірігіп, бір шешімдер қабылдап, бір пікірлер айтуға, бір позиция ұстануға біздің форумымыз тікелей әсер етті. Сол себепті өркениеттер арасында қақтығыстардың болмауына және дұрыс жолмен дамуына Қазақстанда осы
форумдар арқылы, басқа да саясатымен, басқа да шешімдермен, басқа да өзінің бастамаларымен өзінің бір үлесін қосып жатыр деп айтуымызға толық негіз бар. Сіз енді Қазақстанға не береді деп сұрап отырсыз. Ең алдымен Қазақстанға не береді дегеннен гөрі, бұл Қазақстанның әлемдік тұрақтылыққа, әлемдік қауіпсіздікке, өркениетаралық диалогқа, ынтымақтастыққа қосқан үлесі деп қабылдау. Үлкен бір миссия дейсіз. Бір миссиясы деп қабылдау керек. Қазіргі жаһандану әлемінде барлық мемлекеттер бір-бірімен байланысты. Бір жерде бір нәрсе болып жатса, ол басқа мемлекеттерге міндетті түрде әсер етеді. Сол себепті барлық мемлекеттер өзінің жауапкершілігін сезіну керек. Жауапкершілік жоқ кезде үлкен проблемалар басталады. Қазір әлемде проблемалардың аз емес екенін де көріп отырмыз. Сол себепті қазір осындай қиын кезде әр мемлекет әлемнің дұрыс жолмен дамуына, қауіпсіздігіне, тұрақтылығына бір дұрыс үрдістердің қалыптасуына өзінің үлесін қосу керек. Бұл әр мемлекеттің жауапкершілігі. Осы форум арқылы, басқа да біздің енді осындай бастамаларымыз арқылы Қазақстан өзінің осы миссиясын орындап отыр. Бүгінге керек нәрселермен ғана өмір сүре бермеу керек деп өзім ойлаймын. Әлем бар. Әлемде үлкен жағдайлар болып жатыр, қиын жағдайлар да болып жатыр. Сондықтан біз енді тек қана өзіміздің әрине іштегі жағдайларды реттеуіміз керек, шешуіміз керек. Бірақ сондай-ақ біз өзіміздің әлемдегі де жауапкершілігімізді сезініп әрекет етуіміз керек. Сонда ғана Қазақстан беделі әлемде мықты болады. Сонда ғана біз ойып тұрып, әлемдік қауымдастықта өзіміздің орнымызды аламыз. Сөйтіп бүкіл әлемде Қазақстан сондай бір сыйлы мемлекет болады. Осындай бізге көзқарас қалыптасса, соның нәтижесінде ертең Қазақстанға туристер де келеді, ертең инвестиция келеді. Басқа мемлекеттер бізбен экономикалық тұрғыдан бір жаңа жобалар жүзеге асыруға мүдделі болады. Бізбен қарым-қатынастарды дамытуға сондай әрекеттер жасайтын болады. Сол себепті егерде біз өзіміз сондай жауапкершілігі мол серіктес ретінде өзімізді көрсете білсек, ары қарай оның экономикалық та сондай бізге әсері болады. Экономикалық әсері дұрыс болып жатса, оның әлеуметтік бір дұрыс нәтижелері болады. Мысалы, егер жұмыс орындары ашылса, инвестициялар келсе, онда салықтар төленеді. Салық төленсе, әлеуметтік мәселелер шешіледі. Сөйтіп, қазіргі әлемде бәрі бір-бірімен байланысты. Тек қана мынау бір нәрсе, мынау екінші нәрсе деп сөйтіп оны бөліп тастауға болмайды. Экономикада, саясатта, халықаралық мәселелерді, халықаралық қауіпсіздікті, инвестицияда бәрі бір-бірімен байланысты мәселелер. Сөйтіп, осылай жүйелі түрде қарасақ, жүйелі түрде саясат жүргізсек, сонда біз енді ары қарай өзіміздің экономикамызды дамытуға да, әлеуметтік мәселелерді шешуге де мүмкіндік аламыз. Сонымен қатар әлемде өзіміздің беделіміз де болады. Осындай съезд сияқты бастамаларға баға берген кезде стратегиялық ойлаған дұрыс болады. Бұл жерде осы тұрғыдан қарасақ, әрине бұндай шаралар елімізге керек, еліміздің дамуына өзінің әсерін тигізетіні сөзсіз. Сол себепті біз енді бұндай шараларды әрине ойланып, осындай мазмұнды, мағыналы бір нәтижесі болатындай, әлемде танылатындай Қазақстан осындай шараларды әрине біз ойланып, жүйелі түрде өткізгеніміз мүддемізден шығады. Мәулен Сағатхан, ол тағы бір сауалым бар. Жаңағына енді алғашқы съезден бастап, халықаралық аренадағы өзекті мәселелер көтеріліп жатқанын айттыңыз ғой. Қазірде жағдай оңай емес. Әлемдік болсын, өңірлік болсын, шиеленістер ушығып тұр. Осы мәселені көтеру арқылы Қазақстан өзінің бітімгерлік миссиясын жалғастырады деп айта аламыз ба? Осы съезд арқылы әрине Қазақстан өзінің бітімгерлік миссиясын жалғастырады. Бұны анық айтуымыз керек. Съезде біраз қазір әлемдегі мәселелер көтеріледі. Жалпы осы съездің негізгі біз енді тақырыбын әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің пандемиядан кейінгі кезеңдегі адамзаттың әлеуметтік және рухани дамуына қосатын үлесі деп анықтап отырмыз. Осы тақырыпты алып отырмыз. Енді көріп отырсыздар, өте ауқымды тақырып. Соның аясында енді көптеген мәселелер талқыланады. Қақтығыстарды тоқтату мәселесі де талқыланады. Осындай бастама арқылы Қазақстан өзінің бір бітімгерлік миссиясында жалғастыра береді деп сенеміз. Сондай-ақ
пандемияның қазіргі әлемдегі әсері, үлкен әлеуметтік әсері болған білесіздер. Халықтың жағдайы төмендеп кетті, бағалар өсті, инфляция күшейіп кетті. Осындай кезде не істеу керек, қалай бірігу керек, және пандемиядан қандай сабақтар аламыз, бұл мәселеде жан-жақты талқыланады. Пандемияның енді үлкен бір сабақтардың бірі тұтынушылық саясаттан біз арылуымыз керек. Экологияны көбірек ойлауымыз керек, табиғатты ойлауымыз керек, ысырапшылдыққа бармауымыз керек, үнемді болуымыз керек, үнемдей білуіміз керек. Бұл да енді пандемияның берген бір сабақтардың бірі, және де пандемия мына әлеуметтік теңсіздікті күшейтіп жіберді әлемде. Осымен қалай күресу керек, не істеу керек, осы мәселелерді талқыланады. Сонымен қатар осы съездің аясында бірнеше өте бір мазмұнды секциялар бола ма деп сөйтіп енді ойлап отырмыз. Сол секциялардың аясында білім мен діни ағартушылықтың радикализммен күрестегі рөлі талқыланады. Білімнің мағынасы талқыланады, білім ағартушылық мәселелер талқыланады. Енді өйткені радикализммен, экстремизммен күресу үшін адамдар сауатты болу керек, діни сауаты болу керек. Осы мәселелерді қарастырамыз ба деп енді жоспарлап отырмыз. Сол сияқты секциялардың бірінде көтерілетін үлкен мәселе діни ұйымдардың қазіргі уақытта әйелдердің статусын күшейтуге қосатын үлесі қарастырылады. Енді әйелдердің статусы, әйелдерге мүмкіндік жасау, жұмыс істеуіне, отбасында әлеуетін ары қарай арттыру сияқты мәселелер бұл енді біраз мұсылман мемлекеттеріндегі өте өзекті мәселелердің бірі. Әйелдерді қолдау мәселесі, әйелдерге мүмкіндік жасау мәселесі. Сондықтан діни лидерлар өздері сол осы мәселені талқылаймыз деп жоспарлап отыр. Енді бұл үлкен бір тақырып деп өзіміз сөйтіп қабылдап отырмыз. Сол сияқты қазіргі әлемдегі терроризм мен экстремизмге қарсы күрес мәселесі де талқыланады секциялардың бірінде. Сондай-ақ қазіргі әлемде, цифрлы әлемде дұрыс құндылықтарды, адами құндылықтарды тарату мәселесі де тілге тиек болады деп енді сөйтіп енді ойлап отырмыз. Бір секцияда осы тақырыпқа арналып отыр. Дұрыс құндылықтарды, адами құндылықтарды тарату. Цифрлық әлемде, мысалы, қазір бәрі әлеуметтік желілерде жастар көп болып отырады, интернет тәуелді болып кеттік қой бәріміз енді әлеуметтік желілерге. Осындай кезде құндылықтарымыз не болып жатыр? Дұрыс құндылықтарды қалай дәріптеуіміз керек, қалай насихаттауымыз керек, жастарды қалай осы дұрыс құндылықтарға баулуымыз керек. Бұл да үлкен мәселе. Осы сұрақты да біз енді діни көшбасшыларымыз көтереміз, осыған байланысты өзіміздің ойларымыз ортаға саламыз деп сөйтіп енді өздері ниеттеніп отыр. Енді көптен бері бұндай ауқымды шаралар өткен жоқ қой, сондықтан съез еліміз үшін абыройлы өтсе екен дейміз. Мәулен Сағатханұлы, студиямызға келіп, арнайы сұхбат бергеніңіз үшін рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Құрметті көрермен, эфирде жүздескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.